Құрметті оқушылар, сендердің назарларыңа мың тағзым саған ұлы жеңіс атты көрмемізді, Ұлы Отан соғысының аяқталғанына биыл 76 жыл, Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай осы көрмені ұсынамын. Жамбыл Жабаев қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздерінің дүлдүлі, жырау, жыршы. Шығармашылығы 2 ғасырды қамтып жатқан ұлы жырау. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Жамбыл 96 жаста еді. Соғысқа ақынның 2 ұлы қатысып, екеуі де ерлікпен қаза табады. Қарт әкеге қаза ауыр тигенімен өзінің отты жырларын жолдап отырған. 41 жылдың 8 қыркүйегінде неміс басқыншылары Ленинградты қоршауға алып, бомбаның астында қалдырады. Қала тұрғындары ерекше ерлік көрсетті, жауға бермеді. Ресейдің ең маңызды 2 қаласының бірі жау қоршауында қалғанынан бүкіл кеңес үкіметі құлағдар болды. Міне осы кезде Жамбылдың атақты Ленинградтық өренім атты жыры дүниеге келді. Ленинградты қорғаудың нағыз ауыр күндерінде шығарылған Ленинградтық өренім Ұлы Отан соғысы кезіндегі поэзияның ең таңдаулы туындыларының бірі болды. Ленинградтық өренім, Ленинградтық өренім, мақтаншым сенедің, небір өзенің сүйкімді, бұлағындай көремін. Ленинградтық өренім, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста, айбыным деп ойлағам. Жасағам жоқ өмірді, жау сойқаның көргелі, төккенім жоқ терімді, шер қылғалы кеудені. Жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Ұлы халық өскен жер, бауыр басқан жасымнан, жау зақымын көрсендер, даусын шығар ашынған. Ауыл, қыстақ, шәһәрда ел салымағын қорғасын, қорғағалы ордасын құйып жатыр қалаға деп біздің жауымыз сорласын. Қазақстан жерінен мұнай дағып тастаған, сұр қорғасын темірмен сол тасқынға қосылған. Қара көмір, қызылмыс секілденіп жалын күш барып жатыр осыдан. Оққа құсаған дәндерім, қызыл шырай алмалар, бал татқан дәндерім, барып жатыр бәрде жүйрікпенен жорғалар. Уа қаһарман өренім, мақтанышым беделім, сырда тұрып аңғарам, құтырған жау өлерін. Қатты майдан алда бар, жаныштылар айдаһар, жата алмаймын төсекте, жаным қалай жайланар. Құс ұйқылы көнемін, қайтып ұйқы көремін, жетсін деймін сендерге, жыл құсындай өленім, қаласындағы Лениннің сайып қыран өренім. Жойылсын жалғысыз соғыс деген, оқталсын мәңгілік жойылсын, бомбаның орнын тегістеген, күректер музейге қойылсын. Кел достарым,